Мына жерде түнде түсірген болатын мына. Қазір 10-ға қарай 90 градустық бұрылыс бар, со белгі жоқ деп. Түнде білмейтін адамдар, бір 100-бен 90-мен келе жатқан адамдар тіке өтіп кетеді да, жол жоқ жаққа қарай өтіп кетеді. Қазір көрейікші. Мына жақта бір көлік келе жатыр. Арғы жақтан саяжайдан жаңағы Шолаққорғаннан келе жатқандарға бер қарай бұрылатында белгісі жоқ. Міне. Мына білетін адамдар мына жерде жылдамдығын төмендетеді да, 10-ға қарай бұрып кетеді, 90 градус. Бұлай. Және ар жақтан келе жатқандар бар, 90 градус. Соны айтқан болатынмын біздің қазіргі таңда ұсталып кеткен енді Дәурен әкімімізге. Енді жаңа әкім келіпті, Түркістанның бұрынғы әкімі. Әркім әртүрлі пікірде, Рашид Аюпов. Енді қандай адам екеніңізді сіз деп сөйлейік, әдептілік сақтап. Бірінші рет жолдауым болып тұр ғой. Қандай адам екеніңіз, қандай іскер екеніңіз осыдан белгілі болатын болады. Кентаудан Шолаққорғанға 10-ға бұрылатын бір белгі керек. Сосын Шолаққорғаннан бері қарай келе жатқан адамдарға бұрылыс бар деген белгі керек. Қазір ар жағында түсірейін. Ал енді мынау Шолаққорғаннан, Шоқтастан, саяжайдан, ар жақтан, Тараздан болсын келетін жол былай қарай міне. Жаңа ар жағында тұрған болатын 90 градустық иілім, мына жерде бұрылыс. Бұл жақта да белгі жоқ та, қазір алдыңда 90 градустық бұрылыс болады. Жылдамдығыңды төмендет, қазір бұрылыс болады деген жоқ. Тіке келе жатса ар жақта ешқандай былай шығып тұрған темір конструкцияда жоқ, тіке ұшып кете саласын, ар жаққа өтіп кетесің. Соны мына жаққа жылдамдық төмендету жайлы және де бұрылыс бар жайлы белгі керек. Қандай өз ісінің маманы, іскері екен көрсетіңіз әкім өзіңізді. Сенге көштірмей-ақ қойыңыз, я? Жұмысты жақсылап атқаратын болсаңыз, құрмет болады. Жұмысты дұрыс атқармайтын адамға қандай құрмет болады? Қандай адам екеніңізді өзіңіздің көрсетіңіз. Білетін адамдар өздері жылдамдықтарын төмендетіп кетеді, ал білмейтін адам болса өкінішке орай ұшып кетеді.